Құрметті тыңдармандар, сіздерді кезекті подкастымызды ерінбей тыңдап жатқандарыңызға қуаныштымыз. Бүгінгі шығарылымның спикерлері ол мен, Шыңғыс, Чимин, Дерзук және жай ғана Чина. Және осы шығарылымның арнайы қонағы менің парасаттағы сүйікті әрі жақын перваштарының бірі Ерсұлтан. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы ол тұлға және тұлғаның қалыптасуы туралы болады. Енді бүгінгі жаңағы подкастты бастау үшін Ерсұлтан сөз кезегін өзіне беремін. А, подкастқа мына сұхбатқа шақырып жатқандарыңа рахмет, Чеңгіз. Өте қуаныштымын. Және өзім таныстырып кететін болсам, есімім Ерсұлтан, парасатта 1-ші курс, жас буынмын. Бүгінгі тақырып өте қызық сияқты. Адам тұлға ретінде қалыптасуға Жақсы. жинақтым. Олай болса, осы негізгі бөлімге көшпес бұрын кішкене болсын парасат туралы және сенің парасат туралы не ойлайтын туралы білейін. Жалпы бірінші сұрақ саған, дебат саған тұлға ретінде дамуына ықпал тигізе алды ма, немесе қандай бір әсерлер қалдырып жатыр саған? А, Біріншіден парасат туралы айта кетсек, парасатқа мені осы Чеңгіз өзі шақырған болатын. Саған Чеңгіз өте үлкен рахмет. Және Чеңгіз біріншіден маған инстаграмнан жазған болатын. Мен парасаттамын, осылай парасат дебат клубына сені шақырам, дебат шоуға шақырамын деп. Сол кезде мен сыртта жүргем, онша мән берген жоқпын. Сонымен маған Қайрошты да шақырған. Мен Қайрош деген осында досым бар. Келгелі бері бірге араласамыз. Сол Қайрошқа біздің парасаттың орта буыны дебат шоуға шақырған. Сол кезде мен Чеңгіздің жазғанын ол кезде мен есімнен шығып кеткен даже. Ол кезде мен онша мән берген жоқпын жазғанына. Сонымен Қайрош қызық болады деп шақырған болатын. Мен сонда сол кезде мен барғам. Сол кезде Чеңгізді мен бірінші рет көрдім сені. Сол кезде мен таныдым, есіме түсті, осы мен парасатқа шақырған еді ғой деп, дебат шоуға шақырған еді ғой деп. Сонымен дебат шоуда өте қызық болып, барлығымен танысып, өзімізді таныстырып, сол жерден номерлерін тастап кеткен. Негізі Чина маған группаның ссылкасын жіберген, негізі бірінші жазған кезде. Мен оған кірмеген ғой. Сол кезде номерлерін тастап кеткен кезде, олар өздері бізді группаға қосып, дальше өздерін таныстырып, сол кезден бастап жақын араласып кеткен болатынбыз. Содан кейін парасат туралы, парасат келгелі бірінші күннен бері өзінің парасаттың деміне сай, бір үйдің баласындай барлығы өте тату тәтті өмір сүреді. Барлығы бір-бірімен жақсы араласады. Сұхбатымызды қызықтыру үшін саған мынандай қызық сұрақ қояйын. Жалпы сен үшін парасатпен қандай ассоциациялар бар, иә? Сен парасатты өзің қалай елестетесің, немесе парасат туралы 3 сөз айт дегенде қандай сөздер айтар едің деген сияқты. Парасатқа 3 сөз айтатын болсақ, ассоциация келтіретін, біріншіден отбасы деп айта аламын. Жақын достар, мама, папа, ол да отбасының ішіне кіреді. Сонымен бірге өте ұйымшыл парасат. Бұл кезге дейін мен парасат сияқты бір ұйымшыл бір клуб немесе бір ұйымшыл компашканы көрген жоқпын осы кезге дейін. Парасат өте ұйымшыл. Сонымен адамдары да өте комфортный адамдар, қатты ұнайды. Өзіме сондай адамдар қатты ұнайды. Және компаниядағы бір атмосферасы ұнайды парасаттың. Және даму деген сөзді келтіре аламын парасатқа. Парасатта жүрсең, үздіксіз дамисың. Оған кепіл беремін. Жақсы.
Онда осы біздің подкастымыздың негізгі бөліміне ақырындап біз жақындап қалдық. Бірінші саған қоятын сұрағым, сен өзіңді қазір тұлға ретінде мен толыққанды қалыптастым деп айта аласың ба? Тұлға ретінде мен қазір өзімді тұлға ретінде қалыптастым деп мен толықтай айта алмаймын. Неге? Өйткені тұлға тұлға ретінде біз қалай айта аламыз? Тұлғаны қалай айтамыз? Тұлға ол көшбасшылық тән тұлғаға, және Мгм. жауапкершілік өте мол болу керек тұлғада. Біздің қазір алдыңғы бұрынғы тұлғаларды айтатын болсақ, абай сияқты, әлихан бөкейхан, көп қой бізде тұлғалар. Және Иә, иә. қазіргі тұлғаларды сол тұлғалармен салыстыруға өте қисынсыз деп ойлаймын. Және мен тұлға ретінде қалыптастым десем, өзімді сол тұлғалармен салыстырғандай боламын. Мгм. М, Ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Мен және өмірді осы қалаға келіп, Қостанайға келіп, оқуға түсіп, енді өмірді көріп жатырмын деп ойлаймын. Сондықтан мен әлі тұлға ретінде өзімді қарамаймын, көрмеймін. Яғни сен тұлға ретінде қалыптасу процесіндесің, иә, былайша айтқанда. Жақсы. Ендігі кезекте әрбір тұлғаның өтетін бір кезеңдері дейді ғой, яғни периодтары болады. Сол периодтарға немесе кезеңдерге тоқтап өтсек, иә. Алғашымен студенттік өмір бар және мектептегі өмір бар, иә. Осы Аха. екі кезеңнің қандай айырмашылықтары бар, тұлға ретінде қалыптасуға қандай ықпал тигізеді, сол туралы кеңінен айтсаң, иә. А, Студенттік өмірде сен басқа қалада боласың, өзіңнің ата-аналарыңнан, айтсам болады, өзіңнің жақын адамдарыңнан алшақта боласың, және сен өзің өмір сүріп үйренесің, өзіңе жауапкершілік алып үйренесің, өзің үшін өмір сүруді үйренесің. Және мектеп кезінде м, мектеп бітіргенге дейін сен тұлға бола аласың. Мгм. Мектеп бітіргенге дейін сен ата-анаңның, өзіңнің жақындарыңның тәрбиесімен сен өзің тұлға бола аласың. Мектеп бітіргеннен кейін сен өзіңмен өзің жүріп, ол жерде сен жаңа өмір бастайсың, жаңа таныстықтар болады, және басқа жаңа информациялар, ә, жаңа орталар болады. Солардың арқасында сен өзің тұлға ретінде өзіңді қалыптастыра аласың. Тұлға болып, м, біріншіден тұлғаға өзінің, қалай айтсам болады, мақсатын айқындау керек. Мгм. Біріншіден студенттік өмірге өттің сен. Студенттік өмірге өткеннен кейін сен біріншіден мақсатыңды айқындау керексің. Бізде болады ғой бір, мынау былай болса қалай болады, мүмкін мынау былай болса қалай болады. Бізде мақсат айқындалмайды. Мақсатты бірінші айқындау керек. Одан кейін бізде келеді ғой, ә, бір өмірден бір маңызды сигнал келеді, ескерту келеді. Манағы, қалай айттық, өзіңе сенімсіздік болып тұрған кезде бізде бір маңызды бір сигнал келеді, ескерту келеді. Сол Мгм. жерде сол сигналды іске асыру керек. Сонда ғана өзіңді тұлға ретінде қалыптастырып, сол іске асырып, өзіңнің мақсатыңды айқындап, жақсы тұлға ретінде өзіңді ортаға көрсете аласың деп ойлаймын. Жақсы. Енді осы бір сәтте, жеке саған тоқталып өтетін болсақ, иә, сен өзіңді мектеп Ерсұлтан қандай ол, және қазір студент Ерсұлтан ол қандай? Қандай айырмашылықтары бар, иә, осы екеуінің арасында? Мектепте мен өте тұйық болдым, бірақ мені мұғалімдер өте бір активный болуға шақыратын. Мектеп кезінде мен өте көп жүргізуші болдым, түрлі іс-шараларға қатыстым. М, Өте мектепте тұйық болсам да, сондай активный іс-шараларға қатысып жүргенмін. Ә, Қазір студенттік өмірде өзіңмен өзің өмір сүресің.
ешкімнің көмегінсіз мектеп кезінде саған қолдау беретін, қазір де қолдау береді ғой ата-аналарың. Енді иә, ол кезде мектеп кезінде сенің жаныңда болды ата-аналарың. Қазір студенттік өмірде маған енді басында қиын болды. Ә, аха, ата-анадан, жақындарымнан алшақ жерге кетіп, оңтүстіктен солтүстікке, қазақстанның арғы шетінен мына шетіне дейін, мына шетіне кетіп оқу, оларды айлап көрмей жүру, басында соны ойласам енді қиын болатын. А, Қазір енді қиын болды. Былай көріспей жүргеннен кейін, енді телефон болғаннан кейін, ол жерде видеозвонок бар, сонымен сөйлесе аласың, бірақ қатты сағынышын баса алмайсың ғой. иә. Осы кезде сен өзің қиыншылықтар туралы айтып жатсың. Жаңағы ата-анадан алыстаудан басқа қандай қиыншылықтар болды студенттік шақта? Студенттік шақта, мектеп кезінде енді барлығы оңай болды ғой. Бәрі оңай болды, сабақ оңай болды. Мұғалімдер барлығына таныс, 11 жыл бойы оқып келе жатқан мұғалімдер, бір-бірін көріп жүрсіңдер. А, Апай, мына баған қоя салыңызшы десең, Аха. жарайды дейді. Ал мына жерде студенттік өмірде, студент болып жүріп университетте мұғалімдерді танымайсың. Бұл жерде мен бірінші семестрде көп сабақтан қалдым ғой. Сол кезде маған бағаны дұрыстау өте қиын болған. Кредиттер өте көбейіп кетті. Сабақ қиындап, Мгм. студенттік өмірді енді түсініп келе жатырмын қазір. Түсіндім деп, қалай системасын түсіндім деп айта аламын қазір. Енді. Басында бізде еще тағы біз жатақханада тұрамыз ғой. иә, Ол да бір проблема. Жатақханада басында келген кезде өте қиын болды үйренісуге. Бір бөлменің ішінде тығылысып, сыйыспай, солай болған. Қазір одан кейін жақсы достар тауып, осы парасатқа кіріп, жақсы мгм. отбасы, екінші отбасын тауып, өзіме жақын, қатты жақын адамдар таптым. Олар, яғни иә, аха. осы қиыншылықтармен күресіп, соларды жеңуге көмектесті. Рахмет. Яғни сенің айтуың бойынша, осы жаңағы университетке түскеннен кейінгі бір қиыншылықтар, ол осы жаңа механизмға, адаптацияға үйрену, иә? Ендігі кезекте менде бір қызық сұрақ бар, ортаға байланысты, иә? Сен өзің жаңағы айтып жатқандай оңтүстіктен келген адам ретінде солтүстіктің адамдарымен тіл табысу бір қиыншылықтарды саған алып келді ме? Әлде сен олармен тез арада жақын араласып кете алдың ба? Басында келген кезде барлығымен общий араласып кеттім мен. Мгм. Осылай кететін кезде, шығарып салатын кезде маған айтып жүрген, бара салыпсымен барлығымен жақсы араласып, барлығымен жақсы достасып, жақсы адамдар тауып ал деп маған айтып жүрген. Сондықтан қазір менде достар өте көп. Қайрош бар біздің парасатта, береке бар, көп. Аха. Соларға рахмет. Мен қазір қиыншылықтары өте көп болған бірінші семестрде. Сол қиыншылықтардан өтуге көмектескен сол достарыма рахмет. Және солтүстіктің адамдармен араласуға, тіл табысуға қиын болды ма деп сұрап жатсыз ғой. Қазір менде осы қостанайдың адамдары, өте жақын достарым бар Қостанайдан. Мгм. Соның ішінде мынау менің группаласым Сұлтан бар. Ол да парасаттың ішіндегі. Көп, өте көп. Солтүстіктің адамдары өте бір шынайы адамдар. Аха. Шынайы бет бейнесін көрсететін адамдар. Шынайы бет бейнесі ол қандай? Бір есіріп кетпейді. Балағат сөздер, бір андай, қалай айтсам болады.
өзінің шынайы бет бейнесін жақсы жағынан көрсетеді. Мгм. Осы жерде енді мінезге байланысты, иә, сен айтып өттің. Енді идеологияларға байланысты, иә. Мен өзім жеке естимін, егер де оңтүстіктің адамдары олар консервативті дейді ғой, яғни дәстүрлі заттарға көп сенетін және дәстүрлі заттармен көп айналысатын адамдар болса, солтүстікте тұратын, иә, осы Қазақстанның солтүстігінде тұратын адамдар, олар көбінесе либералистік көзқарас дейді. Яғни осы өздерін бос ұстайды, мен не істеймін, өзім білемін деген пікірлер айтатын адамдар ретінде елестетеді. Осы жаңағы пікір дұрыс па, иә, жалпы осы нәрсені мен қоғамда көп естимін. Ол дұрыс нәрсе ма, әлде ол жалған ба? Сенің жеке көзқарасың. Так, бізде оңтүстік жақта консервативті деп айтып жатсыз ғой. Мгм, Қазір ол бізде оңтүстік десе бізде не ойға келеді? Сразу бірден алып қашу қыздарды дәстүр деп дәстүр бойынша алып қашу деп сол бірінші ойға келеді. Қазір солтүстіктің бір любой бір адамнан сұрасаң жаңағы аха. дәстүр салт дәстүрді қатты ұстанатын адамдар ойға келеді. Бізде ол стереотип қалып кеткен бұрында. Қазір ол стереотип ә, мүлдем жойылып кетті деп айта алмаймын. Арасында ол стереотиппен жүретін адамдар бар. Бірақ қазір оңтүстіктің адамдары тым заманауи деп айтуға келеді. Және солтүстіктің адамдары тым қалай айтсам болады, өзімен өзі еркін өмір сүретін адамдар. Солтүстік маған өте сонысымен ұнады. Мгм. Солтүстіктің адамдары салт дәстүрді осы қостанайда ұстанатын адамдар, мен салт дәстүрді ұстанатын адамдар оңтүстіктен де бір қатты ұстанатын адамдарды көрдім. Тек оңтүстікте ғана емес екен. Және Яғни қалай да болсын бір ұқсастықтары бар дегің келіп тұр, иә. Ендігі кезекте біздің естуіміз бойынша, осы көрермендердің естуі бойынша, иә, сен республикалық турнирде бас-гид болдың, және жалпы сұрағым келеді, бас-гид ол саған қиын болды ма, әлде немесе сен өзің үшін қандай бір жаңашылдықтарды аштың? бас гид болу мен бірінші қашан қаңтарда ғой, иә, бірінші өткен республикалық турнир парасатта, сол кезде мен гид болғам, жай Назгүл деген бас гидтің қол астында болғам, гид болып. Сол кезде бірінші рет мен қаланы бір жақсылап зерттедім. Қала Қостанайда жақсы жағынан көрсету үшін Қостанайда келген қонақтарға. Сол үшін және гид болып мен сол кезде Астана Аманат клубын қабылдаған болатын. Және сол адамдар өте бір қалай айтсам болады, өте бір сол адамдармен өте бір қатты тату тіл табысып кеттім деп айта аламын. Аха. Бірінші күннен қарсы алғаннан бері, қарсы алған кезден мен жақсы тіл табысып кеттім сол адамдармен. Қазірге дейін сол адамдармен жақсы араласып тұрам. Гид болсаң, сен өзіңе жақсы таныс таба аласың. Жақсы әр Қазақстанның әр қаласынан өзіңе таныс тауып, араласатын адам тауып аласың. Және осы республикалық осы сәуірде өтті ғой, иә. Иә, сәуірде. Осы кезде мен баскет болатын. Баскет болу басында бір уайым болды. Қалай болады екен, гидтер қалай біздің гидтер қалай қалалардың көлінен шыға ма екен деген менде уайым болды өте қатты. Мгм. Бірақ гидтер үмітті ақтады. Қалалардың көңілінен шықты. Қалалар өте бір риза болып кетті маған. Сол гидтеріне өздерінің және бізде ыбырайды құттықтап қояйын осы кезде. Сол кезде үздік гид атанған болатын.
Аха. Так, баскет Қалай болып қандай? бізде қанша 10 шақты клуб келді, 10-11 клуб келді республикалық турнирға. Және сол 10-11 клубтың барлық адамдарымен мен жақсы араласып, жақсы тату-тәтті тіл табысып, жақсы араласып кеттік. Қазірге дейін араласамыз. Хал жағдай сұрасып жазып тұрамыз. Мен сол кезде баскет болып және өзім Петропавл қаласына жеке гид болып қараған болатын. Петропавл қаласының адамдарына сол кезде өте көп үлкен рахмет. Гид қой деп бір қатты қинап жатқан жоқ. Қинамады деп айтам. Ә, Басқа гидтерден естісек, енді мыналар бүйтіп жатыр, мыналар мынаны сұрап жатыр деп айтады. Бірақ ол қалалар жақсы. Үлкен рахмет. Жақсы. Осы кезекте сен үшін студенттік шақтағы ең бақытты сәтіңмен бөліссең? Студенттік шақтағы ең бақытты сәтім студенттік шағыма дейін болды. Мгм. Осы грантқа түскенім менің ең бақытты сәтім болды. Ол кездегі енді эмоцияны айта алмаймын. Өйткені менде үйдегілер, үй іші, ата-анам үлкен үміт артып отқан еді сол кезде. М, Аха. Грантқа түстім деп айтқан кезде менің емес, сол кездегі ата-анамның эмоциясын айтып жеткізе алмаймын. Өте менен мақтан тұтып, бүкіл біз ауылда тұрамыз ғой, бүкіл ауылға жайып, соның грантқа түсті балам деп. Осы мақтаныш өте үлкен бір есте қаларлықтай сәт болды. Ал студенттік шақта ең біріншіден шақта студент болып бізде группамен таныстық болды. Сол сәт менде есімнен кетпейді. Және біз бүгін ғана осы біздің қыздар дайындаған пикникке шақырды. Ол сәт өте, енді білмеймін, қатты қызық болды, өте қызық болды. Группамен пикникте бір жақын араласып, жақсы өте тығыз араласып кеттік деп айта аламын. Негізі осы сәтті пайдалана отырып, мен де жалпы грантты ұтып алған моментіммен былайша айтқанда бөліскім келеді. Себебі мен грант ұтып алмас бұрын өзім Астана қаласына түсемін ғой, мен осы Астанада оқимын ғой деген бір мақсаттарым, армандарым болған болатын. Және гранттың шешімдерін көрген кезде мен алғашқы 1 сағат бойы көзім кетіп, бүкіл настроениям бәрі кетіп, өйткені маған бар болғаны 1-ақ балл жетпей қалған болатын, жаңағы ИНУ-ға түсуге. Алайда жарты сағаттан кейін мен ойбай, мен грант ұтқан екенмін ғой деп, оказывается солай деп, жаңағы мұнайып отқан настроениемнен не керек ана жерде күлген настроенияма кеткенім әлі күнге шейін есімнен кетпейді. Шынымен де грант ұтып алу немесе грантқа түсу ол шынымен өте әсерлі моменттердің бірі өмірдегі, иә. Енді Иә, былайша иә, айтқанда енді маған қай жаққа түссем де маған разница жоқ болатын. Қостанайға түссем де, бір басқа қалаға, даже білмеймін, арқалыққа түссем де, мен сол негізі бір Алматы немесе Астана деген сол жаққа түсем деген ой болған жоқ менде, мүлдем. Өйткені мен жинаған балыма байланысты осы Қостанай немесе Арқалық, Қарағанды немесе сол қалаларға түсем деп ойладым. Бірақ Қостанайға түстім. Жазып осы Қостанайға түскеніме өте өкінбеймін. Қостанай өте эмоциялар сыйлады, жаңа таныстықтар сыйлады.
жаңа өмір сыйлады. Жалпы осы қостанайда тұратын адамдардың өте көп естимін. Қостанай ол кішкентай ғана зона комфорта, ол Астана емес, шулап жатқан, адамдар білмеймін жаңағы мегаполисте бытысып, қарбалас өмірде жүріп жатқан сияқсы емес. Кішкене ерекшеленеді, өзінің кішкентай зона комфорта, осында адамдар өте тыныш дейді. Сен осы тұжырыммен келісесің бе? А, иә, келісем. Өйткені бірінші келген кезде мен қостанайды бұндай қала деп ойлаған жоқпын. Келмей тұрып, келгеннен кейін мен қостанайды көрдім. Пойыздан түсе салысымен біз жаяу араладық қаланы. Универге дейін вокзалдан барып, бірінші қызық жағдай болған. Бірінші біз главкаға барғанбыз Аха, тіркелуге. Сол жерде главкаға дейін жаяу бардық вокзалдан. Сөйтіп ол жерге барып енді кірейін деп жатсақ, есікте бір табличка жазылып тұр. Тіркеу үшін тәуелсіздік 118-ге деп жазылып тұр. Содан аха, кейін ойбой деп біз артқа қайтқанбыз осы КГП-ге, институтқа. Осы жерге келіп жазылып тіркеліп қазір оқып жатырмын. Қалаға келетін болсақ, қала шынымен де зона комфорта. Бізде Астананы Алматы мақтайды ғой, әдемі қала, жақсы қала. Барлығы ол жақта Алматы арман қала деп. аха. Бірақ қостанайға келіп, алматыдан алматымен бір салыстыруға келіп қостанайды. Вообще мен келетін кезде салыстыруға келмейді Алматы, Қостанай деген. Қостанай мен Алматы как жер мен көктей деп ойлағам. Аха. Мен Қостанай кішкентай болса да өте әдемі қала. Және Алматыда өте айтады ғой, ауасы лас қала деп. Иә. Сондай минустары бар, бірақ бұл жақта Қостанайда өте тап-таза қала. Мгм. Шынымен бұндай қаланы біздің өзімнің қаламда Алматыда болдым мен, Шымкентте болдым, өзімнің қаламда болдым, Астанада болдым, бірақ бұндай тазалықты мен көрген жоқпын. Тап-таза қала, адамдары да өзінің тұрған жерін құрметтейді екен, жақсы қарайды. Сол өте Жақсы, осы қатты жерде, өте қатты ұнады Қостанай. қалаға байланысты сұрақ, Мгм. сенің жақсы көретін топ 3 жерін Қостанайдағы, топ 3 локацияны былайша айтқанда. Набережка бар, Аха. кейін Центральный парк, Сосын? сосын біздің пединститут. Жақсы. Енді дебаттағы тұлғалар туралы сөйлесетін болсақ, жалпы дебатта әртүрлі индивидтар бар, уникалды тұлғалар, бар, Аха. былайша айтқанда. Сен үшін қандай типтегі дебаттерлар ұнайды? Жаңағы қатты айқайлап сөйлейтін ба, әлде білмеймін, қалай, қандай саған тұлғалар ұнайды дебаттағы жалпы? А, м, қалай айтсам болады? Мен өзім өте баяу ойнаймын. Оны өзіңіз де білесіз, Чеңгиз. Мгм. Өте баяу ойнаймын, сабырлы, бір кейбір адамдар сияқты бір айғайлап, ана жақта бір румда жүгіріп ойнайды, айғайлап ойнайды, столдың үстіне шығып ойнайды, а, төрешіге айғайлап ойнайды, дауыс көтеріп. Бірақ тез қатты сөйлейді, тез сөйлейді. Бірақ мен ойлаймын, тез сөйлеп, қатты сөйлеп, эмоция көрсетіп сөйлеудің қажеті жоқ, если сен айтып жатқаның ешқандай бір мағына білдірмесе, ешқандай бір қалай айтсам болады, өзіңнің жеңісіңе көмектеспесе, нәтижеге көмектеспесе, оның керегі жоқ. Эмоциямен ойнап, былай тез сөйлеп, ондайдың керегі жоқ. Яғни нақты әрі сабырлы, баяу сөйлесең,
өзіңнің айтқаныңды айтатыныңды нақты жеткізе алсаң төрешіге, вот сол кезде нәтиже болады деп ойлаймын. Жақсы. Осы кезекте біз манадан бері тұлғалар туралы айтып жатырық, иә. Тұлға Мхм. болған соң адамдардың ойлары да әртүрлі болады. Бірақ кейде бір сәттер болады, тұлғалардың ойлары бір жерден шығып қалады, иә, индивидтардың мен айтып жатқан. Мхм. Енді сен дебат ойнағанда, мен осы адаммен бірге ойнасам, екеуміздің идеяларымыз бір жерден шығады деп айта алатын спикерің бар ма? Бар болса, ол кім? Ә, бір жерден шығады деп мен бір көп спикермен ойнаған жоқпын. Бақсұлтанмен ойнадым. Өте оның Бақсұлтанның ойыны өте қатты ұнады. Мгм, Бақсұлтан Бақсұлтанның идеясы, яғни қалай айтсам болады, мировоззрение өте дамыған Бақсұлтанда. М, Өте мықты ойыншы, дебатер. Келесі жылға дейін ол одан жақсы дебатер шығады Бақсұлтаннан. Және мен Қайрошпен бірге ойнадым. Қайрошпен біздің ойларымыз бір жерден шығады деп айта аламын. мгм, және мен Берекемен ойнап көрдім. Береке өте бір уникальный дебатер. Ойнау стилі маған қатты ұнайды Берекенің. ага, Берекемен бір толықтай келісетін немесе келіспейтін жерлер болады. Бірақ көбінесе бір ойымыз бір жерден шығады. Және осы кезге дейін Қарагөз ханмен президентпен ойнадым. Қарагөз ханым өте мықты дебатер. мгм, Президент осы парасаттың кезінде, Қарагөздің президенттік кезінде парасатқа кіргеніме, жас буын болып келгеніме өте қуаныштымын. Дебаттың не екенін үйретіп жатыр. Осы Қарагөз, яғни парасат дебаттың не екенін үйретіп жатыр. Бірінші жыл осы парасатта дебат ойнап жүргеніме бірінші жыл. Яғни жақсы. бірінші жыл дебатта жүріп, мен республикалық турнир көрдім. Республикалық турнирде ойнадым. Баскет болдым, гид болдым. Барлығы жақсы. Жақсы, осы кезекте жаңағы парасат дебат клубы қазіргі күні өсіп келе жатқан клубтардың бірі, және осы жерде бәсекелестік туындап жатыр қазіргі күні. Жас буындар арасында болсын, немесе негізгі алаңдағы ойыншылардың арасында болсын, иә. Және осы сәтті пайдалана отырып саған мынандай сұрақ қойғым келеді. Сен үшін недооцененный дейді ғой, яғни бағаланбай қалған спикерлер, иә, дебатерлер, пікірсайысшылар бар ма? Олар кімдер? Бағаланбай қалған спикерлер Арунаны айта аламын. Мгм, Аруна көп ойнамаса да, бірақ өткенде областныйда бірінші орын алды. Көп ойнамаса да, бірақ бір анда-санда ойнап тұрады. Ғазиза екеуі Ғазизаны мен солай айта аламын. Ғазиза кеш өзін көрсетті деп айта аламын. Яғни басында ол кеш келді ғой, және өзін ол кеш көрсетті. Яғни қазір жарайды, түсіндіңіз деп ойлаймын. Яғни бізде қазір Қайрош пен Бақсұлтан бар. мгм. Қайрош пен Бақсұлтан АПФ королі болайын деп жатыр. Алла Аха, олар БПФ-те жүріп, өздерін көрсете алмады деп ойлаймын қазір. Ал АПФ-те жүріп, олар екі турнирге қатысты. мгм, Іріктеу кезеңінен екеуі де абсолют ұпаймен, абсолютпен іріктеу плей-офф кезеңіне өтті. Яғни ол екеуінің ойындары АПФ деп айта аламын. мгм, БПФ емес. БПФ-ке қарағанда олардың ойындары АПФ. АПФ-те олар өздерін жақсы көрсете алады. Өздерімен мен сөйлескем, АПФ-те олар өздерінің ойынын жақсы жеткізе алады БПФ-ке қарағанда. Өздері де солай айтады. Жақсы. Осы деп айта аламын. Недооцененный бізде аха. АПФ-те недооцененный
ППФте және АПФте недооценен, ол бізде Қайрош пен Бақсұлтан. Жақсы, ал негізгі алаңда ше? Негізгі алаңда Әлде негізгі алаңда барлығы доцененный, барлығының өзінің орны бар деп айтқың келе ма? иә, Жақсы. так, Олай болса, сен Винг болды деп, жалпы осы біздің Парасат Кап 2 турнирінде Винг қызметін атқарды деп біз естідік. Осы кезекте сен үшін республикалық турнирде жаңағы ойнау стилі ерекшеленген спикерлер бар ма? мен кейсті ноутбукке жазатын адамды бірінші рет көрдім республикалық турнирде. Хә? Ноутбукпен кәдімгі ортаға шығып, ноутбуктен қарап, солай және мен өзім подозрение ұстап қалдым, оны ноутбукты алып шығып, ішіне интернетке кіріп, интернеттен оқып береді деп Аха. тұру ғой емес екен. Кейс жазып, кәдімгідей солай ноутбукпен оқып жатыр. Және маған Алматыдан келген спикерлердің ойыны ұнады. Екі егіз ағаның. Және есіміне түспей тұр. Ислам мен Али. Иә, Ислам мен Әлім. Және Ақтөбе ғой деймін. Ақтөбеде Рабиғамен бірге ойнаған Бала ма? Асхат? иә, Асхаттың ойыны ұнады. Аха. Батыстың элдісін көрсетемін деп сол кезде. Сол сөзі есімде қалып кеткен. Сол кезде сол Асхаттың ойыны қатты ұнаған маған. Және Рабиғаның ойынын бірінші рет көрдім. Рабиға ханымның. Сол кезде бір жаңа айтқандай эмоциямен ойнайды. Қатты эмоциясын білдіреді. Яғни Мгм. ол төрешіге қатты әсер етеді деп ойлаймын, эмоция. Білмеймін, маған бірақ сол кезде Асхаттың ойыны қатты ұнаған болады. Жақсы. Осы кезекті пайдалана отырып, саған сенің мамандығың географ, иә? Осы сұхбаттың басында өзің атап өттің. Енді дебаттағы көптеген резолюциялар, иә, қарарлар географиядан алынады, себебі ол жерде саясат туралы қозғап жатады, немесе экологиялық проблемалар туралы болып жатады, иә? Осы кезекте дебатерлер қателіктер жасай ма, немесе арнайы білім осы дебат қажет ете ма, иә, осы саясат туралы? Әлде жаңағы орта біліммен де дебат ойнай беруге бола ма? Қалай ойлайсың? Дебатқа білім өте қажет етеді. Яғни мен география болғаннан кейін мамандығым бізде резолюциялар келеді ғой. ГЭС, ЖЭС, там экология жаңа айтқандай. Вот сол кезде мен ойымда сол туралы ақпараттар болады, информациялар болады. Яғни басқа ойыншылар сияқты сол жерде экология туралы бір мағлұмат, резолюция келетін болса, олар интернетке кіреді, интернеттегі мәліметтерді, мағлұматтарды айтады. Ал менде ол кезде орта білімде алынған географиядан алынған білімдер болады. Яғни дебатқа білім өте маңызды. Білімді және жан жақты болу өте маңызды. Яғни бізде мен жан жақты деп кімді, Сұлтанды мысалға келтіре аламын. Мгм. Сұлтан мен парасаттың жас буыны. Сұлтан ходячая энциклопедия. Бүгін как раз сондай номинация алды ол. Ходячая энциклопедия. Сұлтан өзінің білімі арқылы, яғни Қарағандыда түрлі Қарағандының республикалық турнирінде болдық қой. Сұлтан сол кезде жастар финалының кубогын алып кеткен болатын, Санжар екеуі. Ол қалай алды, яғни оның білетіні білмейтінінен өте көп. Яғни білмейтіні жоқ деп айта аламын. Сұлтан өте білімді бала. Санжар да ол өте
бір одаренный бала Санжарда. М, Біздің перваш жас буын парасаттағы. А, Вот жан жақты болу керек деп аттап, білімді болу керек. А, және сол бізде әртүрлі резолюциялар беріледі: экономика, қоғам, әлемдік проблемалар. Вот соларды білу үшін сен нәтижеге жету үшін сол білімді болуың керек. А, Сол Жақсы. Осы кезекте жаңағы ходячая энциклопедия деп айтып жатсың, иә. аха Ол енді бір талант қой негізі, иә. Ендігі кезекте біздің республикалық турнирде 1-4 ЛДСында резолюция ойналған болатын. Бұл кандидат талантқа қарағанда, яғни пикке жету барысында талантқа қарағанда еңбек ету маңыздырақ деп есептейді деген қарар болатын. Осы иә кезде талант пен еңбекті салыстырған кезде сен қайсысын приоритетке бересің және не үшін олай? үшін екеуі де маңызды. Мгм. Бізде сол жерде мен төреші болдым ғой, сол ойында. Сол жерде Месси мен Роналду туралы айтылған болатын. Мессиде талант бар, бірақ ол да еңбектенді. А Роналдуда еңбек бар, бірақ талант жоқ. Сондықтан екеуі де маңызды деп ойлаймын. Талант болса, сен еңбектеніп нәтижеге жете аласың. М, Еңбек болса, сен еңбектеніп нәтижеге жете аласың. Яғни бұл жерде екеуін бір салыстырып, екеуінің біреуіне басымдық беруге өте болмайды. Екеуі де өте қажет нәрсе. Екеуі арқылы сен екеуімен де сен нәтижеге жете аласың. Екеуі бірге қосылып нәтижеге жете аласың, және екеуімен бөлек нәтижеге жете аласың. Сол Аха. Ерсұлтан, сенің жаңағы скрытый таланттарың бойынша, иә, біздің көрермендер білмейтін сенің қандай скрытый таланттарың бар? скрытый талант деп айтуға келе ма ол, келмей ма, бірақ мен не туралы айтсам болады. Менде бір скрытый талант, менде скрытый ештеңе жоқ негізі. Мгм. Бірдеңе болса, мен талантым болса, оны көрсетуге тырысам. Мгм. Басқа ортаға оны көрсетуге тырысам. Яғни өзіңді көрсетіп, талантыңды көрсетіп, талантты жасыруға мүлдем мен келіспеймін. Талантты көрсету керек, оны көріп сен өте үлкен нәтижелерге жете аласың. Ертең сен өте өзіңнің даусың өте әдемі, бірақ сен өлең айтпайсың, ешқайда там конкурстарға, там Қазақстан дауысы деген сияқты конкурстарға шықпайсың. Яғни сен шықпайсың, бірақ сенің даусың там қазіргі заманауи әншілерден 1000 есе артық қазіргі даусың. Бірақ сен ондай турнирлерге, конкурстарға шықпайсың, өзіңді көрсетпейсің, талантыңды. Вот сол үшін талантты жасырудың керегі жоқ, қажет емес деп айта аламын. Жақсы. Дебатта жүргеннен кейін жаңағы тұлғалардың өздерінің бір жеке дарынды таланттары болады, иә. Біреулер кейс жазған кезде сол таланттарын көрсетіп алады, өйткені оларда жаңа идеялар пайда болады. Немесе жаңағы бір дебатерлардың тәсілдері, яус аргументация деп айтып жатамыз ғой. Сол кезде таланттары көрініп қала жатады, өйткені олар жаңағы барынша түсінікті қылып жеткізеді. Ал сен үшін парасатта немесе жалпы республикада, иә, осы адамның таланты өте мықты, осы талантты мен мойындаймын деп қай спикерлерді айта алады екенсің? Бір талантты деп мен қазір кімді айтуға болады? Былай бір қатты маған ұнаған талантты бір спикер мен әлі көрген жоқпын. Мгм. Чеңгиз. Аха.
Жақсы. Олай болса, сенің ойынша қазіргі қоғам адам бойындағы қасиеттерге қазіргі күні назар аудара ма? Қазіргі қоғам адам бойындағы қасиеттерге назар аудара ма? Назар аударса, біздің қоғам қасиет деп қандай қасиеттерді айтуға болады, Чеңгиз? Мысалға, адамдарға жаңағы біреудің внешності дейді ғой, иә, осы образы күшті болса екен, немесе біреулерге жаңағы осы менің жақсы көретін, иә, немесе мен араласатын адам ақкөңіл болса екен, немесе ол ашық болса екен дейді, иә. Кейбір адамдар мынандай қасиетке мән береді, ол үшін тек қана мен маңызды болсам екен, және ол үшін тек қана мен дос болсам екен деген сияқты, иә. Осындай жалпы қасиеттерге мән беретін кездер бар. Сен үшін адамдардың осы нәрсеге мән беруі қаншалықты дұрыс? Ә, Адам негізі ол нәрсе жақсы деп ойлаймын. Сондай қасиеттерге жаңағы өзің айтқандай осындай менің адамым осындай болса екен, немесе осы адам мынандай мінезі осындай болса екен деген қасиеттерге қарайтын болса, ол өзіне жақсы адам таба алады. Бірақ оның да минустары болады. Сондай адам жақсы қасиеттерімен болатын адамды іздеп, ол өзінің уақытын құртады деп ойлаймын. Яғни өзіне керек қасиеттер қоғамдағы адамдарда өзіне керек қасиеттері болмаған адамды даже жоқ ондай қасиеттері жоқ адамды таңдайтын болса да, ал ол өзіне сол адамға сол қасиеттерді м, жасата алады. Сол қасиеттерді өзіне бір меңгере меңгеріп сол қасиеттерді көрсете алады. Жақсы жағынан өзгерте алады сол адамды. Сол. Осы кезекте екеумізге бір ортақ сұрақ қойсам деп едім. Аха. Мен бірінші жауап беремін, және сен осы сәтте ойлана тұр. Егер де екеумізде бір мүмкіндік болса, және ол мүмкіндікті пайдаланып, біз уақыт кеңістігінен өтіп, артқа қайтып, яғни, иә, Мгм. өзімізге бір кеңес айтуға деген мүмкіншілік болса, біз қандай кеңес айтар едік, иә, осы сұрақ. Жалпы маған тоқталатын болсақ, мен өзімнің жаңағы мектеп кезімдегі Шыңғысқа айтар едім. Сабағыңды жақсырақ оқы, себебі ол саған болашақта қатты қажет болады, немесе өзіңнің жаңағы таланттарыңды ашуға, иә, немесе өзіңнің жақсы араласатын ортаңды табуға бір мүмкіншіліктер жаса деп айтар едім. Себебі мен үшін менің мектеп кезіндегі ортам ең қолайсыз, ең комфортный емес қоғам болып көрінеді, және мен өзіме осы қоғамды чина ауыстырш деп барып бір кеңес айтар едім. М, Сен Мен мектеп кездегі Ерсұлтанға айтатын болсам, Ерсұлтан, жақындарыңмен а, бірге көп уақыт өткіз, көп қаңғыра берме, көп сабағыңды оқы, ертеңгі болатын мектеп кездегі Ерсұлтанға емтиханыңа дайындал, лентаға. Бірақ жалпы қазіргі қоғам осындай да. стереотиптік адамдар өте көбейіп кеткен. Жаңағы үй жұмыс болып жүреді, иә. Яғни бір рутина дейді ғой, сол рутинамен кетіп қалған адамдар өте көп, иә. Мгм. Ендігі кезде сен жас студент ретінде осындай боламын деп ойлайсың ба, немесе сенің қазіргі алып жатқан білімін осындай, білмеймін, жаңағы қызықсыз, мәнсіз өмірге кетіп қалады деп ойламайсың ба? Үй жұмыс болып жүрсе, өмірдің қызығы кетіп қалады. Мгм. Шынымды айтсам, өмірдің қызығы кетіп қалады. Өмірді жан жақтан көру керек деп ойлаймын. Қандай саған қызық бір мүмкіндік келетін болса, сол мүмкіндікті пайдаланып, өміріңді қызық ет, болады.
өміріңді қызық ет, жақсы жағынан өзіңді жақсы жағынан көрсет. Тек бір нәрсені қайталап, жаңағы өзің айтқандай үй жұмыс, м, жұмыс үй болып жүрсе, өмірдің мәні кетеді, өмір қызықсыз болады. Ә, Сол өзіңді жан жақтан көріп, бір немесе өзің осы оқып жатқан мамандықтан да қызық бір кәсіп табасын, сала табасын, бір қызық, м, қалай айтсам болады, м, өзіңе бір қызық кәсіп табасын, яғни сол үй жұмыс болып жібермей, тағы да бір өзіңе бір өзің достарыңа, өзіңнің ортаңа көңіл бөліп қою керек. Сол кезде өмірдің мәні сонда деп ойлаймын. Жалпы Сол. қазіргі күні қоғамда бір резонанстар бар. Иә, Мгм. ол қоғамдағы бөлінушіліктер туралы мен менсеп жатырмын, иә. Қазір қоғамда бір бөлінушіліктер көп. Мысалға, жаңағы гендерлік бөлінушіліктер бар, иә. Ұлдар мен қыздар дос бола алмайды деген сияқты. Немесе қоғамда тағы да бір бөлінушіліктер бар. Отличниктар бірге жүреді. Жаңағы онша емес, былай үшке оқитындар, сендер бөлек жүресіңдер деген сияқты. Мгм. Осы қоғамда бөлінушіліктер бар. Сенің ойынша осындай қоғамдағы бөлінушіліктердің болуы тұлғаға әсер ете ме? Ол жақсы жағынан әсер ете ме, әлде жаңағы жаман жағынан әсер ете ме? Ы, Бөлінушіліктің болуы негізі жақсы жағынан да бар, және минустары да бар. Бізде бір сөз бар ғой, сенің компашкаңда бір үш ақылды болса, сен төртінші ақылдысың. М, Мгм, Сол сияқты, сен жаңа айтқандай, бізде мектеп кезінде болатын. Бір қызбен бір қыздармен тұрып қалсаң, қыз секе деп бөледі, қыздармен араласады. Жаңағы айтқандай, м, отличниктер болды, ол да болды, отличниктер бөлек жүреді. Бірақ м, барлығымен бір ортада жүрсең, өзің жан жақты боласың. мгм, Яғни ол бөлінудің мен үшін керегі жоқ. Барлығымен, отличниктермен бірге болсаң, сен отличник боласың. Яғни қыздармен бірге болсаң, сен қыздардың бір секреттері бар, бір әртүрлі. Сол туралы өзіңді жан жақтан қабылдайсың деп айта аламын. аха. Осы кезекте дебатта да бір бөлінушіліктер болады ғой, енді оны біз А? мойындаймыз, иә. Басымыз. Біреулер мысалға, жас буындар, иә, мысалға жас буындардың логикасына сүйенсек, олар да жаңағы дебатерларды бөледі. Мына дебатерлердің ойыны мен үшін жақсы ғой, сол себепті мен осы дебатерлермен көбірек араласуым керек қой деген сияқты, иә, жас буындардың логикасы. Осы қаншалықты дұрыс және ол ақтала ма жалпы? М, Бізде кейде бір кездесіп қалады, бір жайттар төрешілікте отырады, және өзіне бір таныс адамды, жақсы араласатын адамды көріп, мынау мен жақсы араласам ғой, бұл жақсы адам ғой деп, соған бірінші ранг беріп жібереді. Мгм, А, Ол дұрыс емес. Жаңағы первашстар мына спикер жақсы, бұл сияқты. Және ойлайды, осы спикер жақсы, мен сол сияқты сол сияқты ойнаймын деп, оларда еліктеушілік болады. Ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Сол. Осы кезекте сондай ситуациялардың бір жертвасы ретінде, иә, өзімді айтқым келеді. Өйткені сбор болсын, немесе турнирлар болсын, жаңағы қанша 15 минут кейс құрсам да, ол жерде 15 минут кейсімді айтқанның мәнісі болмай қалады. Соңында не керек, жаңағы төреші өзінің субъективті ойымен рангтарды бере салады, және ол жаңағы бір какой-то мере сен уақытыңды босқа жұмсаған сияқты болып қаласың, иә. Иә, кейін ол мынау досым ғой, оған да қарамай, және бізде төрешілікте болады. Мынау көп сөйледі, Иә, иә. осыған берейін. Мынау
тез сөйледі, мынау эмоция мынау қатты сөйледі, жақсы ұнамайды нәрсе. деп. Иә, вот сол арқылы да бізде ранг бөліп тастайды, ол өте қате нәрсе. Өзің осындай ситуациялармен кездестің бе? Тіршілікте отырып па или ойында ма? Жалпы сен жертва болған, иә? Сен сондай ситуацияға түсіп қалған кез. Сондай ситуацияда мен өзім болды, сборда болды, кейде бір областной турнирларда да болды. Айта алмаймын ол қалай болғанын. Жалпы дебатта тек қана жас буындар емес, сонымен қатар аға буындар да бір бөлінушіліктер жасайды, иә, өздері. Мысалға, мына перуаштың ойыны жақсы ғой, маған осы перуаш осылай ғой деген сияқты, иә. Бірақ осындай жаңағы адамдарға қарсы барлық перуашты бірдей көруге тырысатын аға буындарды сен көрдің бе? Барлық перуашты бірдей көруге тырысатын бек сондай Мхм. перваштарды, мына перваш мынандай, мына перваш жақсы шутить етеді или жақсы менің айтқанымды істейді деп ол бөлмейді перваштарды. Барлығына бірдей қарайды, барлығына бірдей жұмыс тапсырады или барлығына бірдей жақсы сөздер айтады. Ондай перваштарды бөлу деген ол дұрыс емес. Яғни бір аға буынның сүйікті бір перваштары болады, ал кейбір перваштарда ондай бір жақсы көретін, өзін сол первашты жақсы көретін аға буыны болмай қалады. Ол перваш өзін некомфортно сезінеді, жайсыз сезінеді клубта. Яғни ол кейін барып мына парасатта бізге мән бермейді, ауылға барам деп кетіп қала салады. Ол дұрыс емес. Жақсы. Осы кезекте жаңа сен айттың ғой, еліктеу байланысты, иә. Сен өзің мен осы аға буын сияқты ойнағым келеді, немесе тұлға ретінде осы адамға ұқсағым келеді, өйткені ол мынандай деген сияқты, иә. Қандай тұлғаларды атап өте аласың? Мен ешкімге қарап ойнағым келмейді. Мхм. Бір өзімнің стилімді, жаңа айтқандай, тұлға ретінде өзімнің стилімді қалыптастырғым келеді, ойнау стилді. Мен басқаларға қарап емес, маған қарап ойнаған қалаймын. Басқа келе жатқан болашақ перваштарға, жас буындар маған қарап ойнаған қалаймын. Мхм. Сол мен бір үлгі алатын, мен сол адам сияқты ойнағым келеді деп айтатын бір адам жоқ. Жақсы. Осы Олай кезекте айтқым келмейді. дисциплина туралы сөйлессек, иә. Жалпы тұлғаға тұлғаны даму үшін қаншалықты дисциплина маңызды? Тұлғаға даму үшін бірінші тұлға болу үшін ең бірінші саты ол тәрбиеден басталады. Мхм. Ата анасының берген тәрбиесі ол бірінші саты тұлға болып қалыптасудың. Одан кейін дисциплина, өзіне қарау, яғни адам қандай болса, яғни мен жаңа басында айтып кеттім ғой, біріншіден өзіне мақсат қою керек, мақсаты айқын болу керек. Сол Мгм. арқылы мақсаттағы болатын дисциплиналар, сол арқылы өзін тұлға ретінде қалыптастыра алады адам. Жақсы. Осы кезекте енді болашақ туралы әңгіме қозғайтын болсақ, иә. Жалпы өзіңді екінші курста қандай пікірсайысшы ретінде көресің, немесе пікірсайыстан тыс қандай тұлға ретінде көресің өзіңді? Екінші курста мен көбірек оқуға көп мән беремін деп айтамын. Дебат негізі ой болған екінші курста дебаттан кетем деген. Екінші Мгм. курста мен көп втораштардан, орта буындардан айтып жүргендері бар. Екінші курс өте қиын.
Солардын ойынан кейін менде ой болуп, экинчи курста дебаттан кетем деген. Мгм. Бирок экөөнүн бирге алып жүрүүгө де болот. Яғни дебат көп убакытты талап этпейт. Сону түшүндүм. Көп убакытты талап этпейт. Турнир болса сборго барып келесиң, ол сабактан тыс убакытта болот. Сбордо бир эки саат дебаттын темаларын Чингиз бас тренердин тренингтерин тыңдап, өзүңдү дамытасың. Дебаттың сабакка да пайдасы бар. Мгм. Яғни жаңа айтып кеткен ар түрлүү резолюциялар бар. Вот сол философиялык тақырыптар бар. Болот түрлүү әлемдик проблемалар болот. Вот соларды меңгерүү аркылы эртең сабагыңда сага керек болот. Және ораторлук касиетиңди өзүң дамытат. Сол дебат деген өтө сабакка да керек нерсе. Және экинчи курста кандай дебатчер боласың деп сурап койдуң. Билбейм. Сол кезде көрөмүз. Жақсы. Мен өзім жаңағы пікірсайыста жүрген дебатер ретінде айта аламын. Өзі моменттер болады, дебаттан кеткің келеді, бірақ сен әлі де дебатта қаласың, иә. Біздің Қаракөздің айтпақшысы, иә, осы 17-ші президент біздің көптен, ол айтпақшы, дебатта тек қана шыдамдылар қалады, тек қана төзімділері қалады деп. Жалпы сенің екінші курста қалуына септік болып жатқан топ 3 себеп туралы айтып өтсең, иә, өзің? Дамуу биринчи кезекте. Жаңа Мгм. басында айтып кеткен дебатта жүрсөң, өзүңдү дамытасың. Өзүңө бир дебатты меңгерүү аркылы сен сабакка керек. Экинчи курста кандай пәндер болотун билбейм, бирок сол дебаттагы мен меңгерген жана ойнаган тақырыптар келет деп ойлойм. Сол көмөктесет деп ойлойм. Яғни ичинен парасаттың өзү дебатта калууга септигин тийгизген парасат. Және экинчи курста жас буындарды кабылдагым келет. Мгм. Сол калай болотунун сонун вайбын сезингим келет. Сол. Жақсы. Олай болса, осы подкастымызды қорытындылай отыра, иә, көрермендерге өзіңнің жылы лебіздеріңді, немесе болашақ сенің жас буындарына, иә, сәлем жолдап, немесе олардан қандай үміт күтетіндігің туралы бір соңғы жаңағы сөз кезегін берсем саған. Келесі келетін жас буындарга айтарым, келесі жылы келетін жас буындарга дебатқа келдиңдер ма? Еш кандай бир мен болгон сыяктуу кетем, дебаттан чыгам, бир ай жүрүп дебаттан кетем деген ой болмасын. Келдиңдер, дебатты эмне экенин үйрөндүңдер, ойнадыңдар, республикалык турнирге чыктыңдар, ЖЭФти алдыңдар. Және экинчи курста парасатта орто буун болдуңдар. Одан кийин негизги алаңда парасатта экинчи курста және тагы дамып, Чингиздин тренингине катышып, дамып, және дебатты одан артык калай айтсам болот, одан артык зерттеп, экинчи курста тагы дамып, негизги алаңда алдыңдар. Қазір мен сендерге өздерінің парасатқа келгеннен кейін қалай болатынын мен сендерге болашақтарыңды айтып бердім. Жақсы. Осымен біздің бүгінгі шығарылым аяқталды. Тыңдармандарға осыны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.